Ассалаумағалейкем. Мен Ахыт Жандос, Америка, Флорида штаты, Майами қаласынан сәлем. Сіздерге бүгін Американың жақсы жақтары жайлы айтамыз бүгін. Сонымен біріншіден жақсы жағы ол адамдарының адалдығы мен сенгіштігі. Көбінесе алғанда адамдардың көбі шыншыл және сенгіш болады. Мысалы, кейбір магазиндердің, басқа да сауда орталықтарының сыртында заттар тұрады. Оны ешкім алмайды, оған ешкім тиіспейді. Және сіз қандай бір затты алған кезде кейбір магазиндерде кассир деген болмайды. Алған заттарыңызды өзіңіз компьютерге сканер жасап, өзіңізден төлейсіз. Және тағы да автобуста, метрода, кез келген жерлерде көбінесе кондуктор деген жоқ. Адамдардың барлығы өзінің санасымен, өзінің ойымен, адалдығымен барлығы қанша қажет, соның барлығын төлеп, дұрысымен жүреді. Солай адамдар сенетініне байланысты сізде де соларға сене бастайсыз. Сізде де соған қалыптасып, жалған айтпай, шындығымен жүруге тырысып, солай жақсы жағыңызды дамыта бастайсыз. Және де осында көбінесе машиналарды жалға береді. Мысалы, U-Haul деген өте ірі компания бар. Машина, тракторын арендаға береді. Біз алғаш келген кезде сол U-Haul'дың машинасын арендаға алғанбыз. Арендаға аласыз, сізге олар кілтін береді. Сіз жалға алатын кезде айтасыз, қанша мил жүретініңізді. Мен мысалы 15 мил жүрем деп алдым. Соның ақшасын төледім. Кейін мен машинаны өткізгенде өзім есептедім, 25 мил жүріпті. Яғни артығымен жүріпті. U-Haul машинаны сіз алғаннан кейін қайтарып әкеп, өздерінің тұрақтарына қалдырып кетесіз. Болды, кілтін ішіне қалдырасыз да кете бересіз. Кейін олар өздері тексеріп, қалай болғанын көріп айтады. Сондай сенімшіл мысалы. Сізді тастайсыз да кете бересіз, оған сізге кеп мынау қайда, анау қайда деген әңгіме болмайды. Өздері қанша мил жүргеніңізді, қалай болғанын кейін есептеп, егер артығымен болса сізге айтады, почтаңызға хабарламаны жібереді. Сіз осындай мил артық жүріпсіз, осы ақшаны төлеуіңіз керек деп. Ал егер кем жүрсеңіз, сізге жүрген ақшаңызды қайтарып береді. Келесі, сіздің алған заттарыңыз ұнамаса, размері келмесе, оны сіз қайтарып бере аласыз. Қайтарып берген жағдайда сізге 100% ақшаңызды толығымен береді. Ол затты не себепте қайтарып жатқаныңызды сұрамайды да. Соған байланысты сіз өзіңізге ұнаған кез келген затты алып тұтынуға мүмкіндік болады. Егер де ұнамаған жағдайда сіз қайтара аласыз. Келесі, Американың кез келген қалаларының тазалығы және көгалдандыру жүйесінің өте жоғарғы дәрежеде дамығаны, сонымен қатар су қоймаларының ағу жолының дұрысымен жоспарланғаны. Сіздің далада, көшеде жүрген кезде, жаяу жүрсеңіз, аяқ киіміңізде шаң болмайды, және машинаңызды жуғаннан кейін 1-2 ай жумай жүре беруіңізге де болады. Өйткені бұнда ешқандай шаң жоқ, таза барлығы. Сол себепті машинаңызда бұлғанбайды, тазалығы өте жақсы дамыған. Көгалдандыру жүйесі менің артымдағы көріп тұрғандарыңыздай өте жоғары, өте жақсы дамыған. Әр жолдың бойында, әр ауланың бойында осындай көгалдандыру жүйесі жүреді. Сонымен қатар жаңбыр суларының ағу жолында да өте жақсы ескеріп, өте жақсы жүйеге асырған. Келесі айтатын бір маңызды жайт, ол Америкадағы мүмкіндігі шектеулі адамдарға деген жағдайдың жақсылығы. Яғни сіз қалада, далада жүрген кезде, ойын сауда орталықтарында, қандай бір мемлекеттік мекемелерде, паркте, далада, емханаларда, кез келген жерде сіз мүмкіндігі шектеулі адамдарды кезіктіресіз. Соған байланысты алғаш Америкаға келген көп адамдар байқайды, Америкада мүмкіндігі шектеулі адамдар өте көп деп. Негізінде олай емес. Бұл Америка сол мүмкіндігі шектеулі адамдарға өте жоғарғы дәрежеде жағдай жасаған. Соған байланысты олар қоғамның екінші бір мүшесі ретінде өздерінің кез келген жұмыстарын атқаруға мүмкіндік берген. Яғни сыртқа шығуға, жүруіне, өздеріне ыңғайлы жұмыстарын атқаруға мүмкіндік жасаған. Сол себепті олар үйде жатпайды. Өздерінің
белсенділігін көрсетіп, сыртта өз қызметтерін, өздеріне қажет заттарын алуға, өздерінің дәрежесінде қоғамға қажетті пайдаларын, өз пайдаларын тигізуде. Әрбір мекемеде, әрбір жерде солай мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған арнайы тұрақ бар. Сол адамдар кіруге арналған арнайы есік және жүріп өтетін жолдары барлығы толығымен қарастырылған. Сонымен қатар мемлекеттен де жақсы көмек көрсетіп отырады. Американың жол жүйесінің өте жоғарғы дәрежеде дамығаны, халықаралық, штатаралық, қалааралық, қала ішілік жолдарының өте жоғарғы дәрежеде салынғаны, жақсы жоспарланғаны бірден байқауға болады. Бұл әлем бойынша Американың жолы өте танымалы. Себебі бұның жолдары өте кең және де өте тиімді, өте жоспарлы түрде жоспарланған. Соған да байланысты қаншама көп машина болғанымен кептелістер сондай қатты бола бермейді. Келесі, банктық кредиттік системасының дамуы. Егер Америкада сіздің кредиттік тарихыңыз, кредиттік историяңыз жоғары болмаса, сізге көптеген кедергілер келуі мүмкін. Соған байланысты бірден барлық Америкаға келген, Америкада тұратын адамдар кредиттік историясын жоғары дәрежеде қалыптастыруға, жоғары ұстауға тырысады. Егер сіздің кредиттік тарихыңыз жоғары болса, онда сіз ипотеканы 4-5%-пен, машинаны 3-4%-пен, бизнесті 4-5%-пен ала аласыз. Соған байланысты көптеген кредиттік жүйесін, кредиттік тарихын жоғары дәрежеге көтереді. Сөйтіп 20-30 жылға 4-5%-пен ипотека алып, өзінің қалаған үйінде жақсылап өмірін сүреді. Келесі, Америка құрама штаты. Яғни бұл Америкада барлық ұлттар, барлық елдің барлық азаматтары болғандықтан, сіз келіп бұнда қалыптасып кетуіңізге өте жеңіл болады. Себебі бұнда сіздің ұлтыңызға, дініңізге, шыққан тегіңізге, тіліңізге ешкімнің ешқандай кедергісі жоқ, ешкімнің ешқандай сізге зиялы жоқ. Себебі сіз келген жеріңіздің өз тіліңізбен, өз дініңізбен, өзіңіздің қалаған жолыңызбен жүре аласыз. Соған да байланысты бұл Америкада өте көптеген ұлттар тұрады. Сол көптеген ұлттардың салт дәстүрімен танысып, және де өзіңіздің салт дәстүріңізді оларға таныстырып, осылай ортақ бағытта жүре беруіңізге болады. Бұнда сізге міндетті түрде осы жолмен жүресің, осындай жолмен өмір сүресің деген ешқандай заңдылық, қайшылық жоқ. Әркімнің, әр адамның таңдау өзі құқығымен барлық ұлт өкілдері өмір сүре береді. Және де бұл жерден сіз кез келген ұлт өкілдерінің, кез келген елдің ресторанын, кез келген елдің тағамдарын, заттарын табуыңызға болады. Бұнда Мексиканың немесе орыстың немесе тіпті қазақтың, Монғолияның кез келген тамағын, кез келген затын тауып ала аласыз. Және келесі бір айтатынымыз, ол америкалықтарды ашық және коммуникативті болып келуі. Сіз мысалы көшеде кетіп бара жатып, кез келген білмеген затыңызды сұрасаңыз, баратын жеріңізді сұрасаңыз, олар тоқтап, өздерінің ерекше күлкісімен сізге жақсылап тұрып барлығын түсіндіріп айтып береді. Және де айтып қана қоймай, сізге жолды көрсетіп, басқа сізге қалай көмектесе алам, қандай сұрақтарыңыз бар деп соңында сұрап, барлығы болды десеңіз, рахметін айтып кетеді. Қарапайымдылығына да байланысты бұлар өте қарапайым киінеді. Сыртынан қарасаңыз, қандай миллионер болса да, қандай жоғарғы білімді дәрежелі болғанымен, олар өте қарапайым киінеді. Жаңағы сыртқы киіміңізбен сізді ешқандай ешкім ешқашан бағаламайды, әсіресе Америкада. Енді кейбір жағдайларда әрине ол басқа жерлерден басқаша киініп, басқаша жүретін адамдар да бар, бірақ көбінесе алғанда осылай қарапайым, өздерінің барымен базар болатын халық. Басқа елдердегі сияқты бір тойға киген киім келесі тойға жарамай қалмайды. Бұнда кез келген уақытта кие беруіңізге болады.
Келесі Американың қызмет көрсету сапасы, яғни customer service деп айтамыз. Ол өте жоғарғы дәрежеде дамыған. Сіз қандай бір мемлекеттік мекемеге, мемлекеттік емес мекемеге, ресторанға, сауда орталықтарына, магазинге, кез келген жерге барсаңыз, сізді алдыңыздан күліп қарсы алып, қандай сұрақпен келгеніңізді, қандай жұмыспен келгеніңізді барлығын анықтап, нақтылап, естіп алып, соған байланысты өте жоғарғы дәрежеде қызмет көрсетеді. Соған да байланысты Американың қызмет көрсету сапасы деген өте жоғарғы дәрежеде басқа елдердің барлығын қызықтыратын сервис түрі болып табылады. Кез келген адамға сіздің сырт пішініңізге, сіздің дене пішіміңізге, сіздің киіміңізге, сіздің түр әлпетіңізге олар ешқандай баға бермейді. Сіздің адам ретінде бүкілін бірдей көріп, өте жоғарғы дәрежедегі қызмет сапасын көрсетеді. Соған байланысты өзіңізді кейбір жағдайларда сезінесіз бір жоғарғы дәрежедегі адамдар сияқты. Бірақ бұл жерде барлық адамға бірдей сондай жоғарғы дәрежедегі қызмет көрсетеді. Келесі салауатты өмір сүру салтын ұстану. Бұл Америкада кез келген жерде, кез келген қалада, кез келген жерде сіз салауатты өмір сүру салтын ұстануға мүмкіндік бар. Мысалы, сіз жоғарғы биік қабатты үйлерде тұратын болсаңыз, ол үйлердің бірінші қабатында міндетті түрде спорт зал, бассейнімен болады. Ол сол тұрғын үй кешенінің адамдарына арналған. Екіншіден, сіз сырттан кез келген өзіңізге ұнаған диеталық тамақтарды немесе басқа да фастфуд емес үйдің тағамдарын тауып жеуге мүмкіндік бар. Алайда онда барлығы фастфудты ұнататындықтан, ол жылдам және арзандау болғандықтан барлығы соны ұнатады, соны көбінесе тұтынады. Соған байланысты артық салмақ деген әңгіме жиі болады және көбі сондай артық салмақпен болады. Негізінде ол тікелей өзіңізге байланысты. Егер өзіңіз спортпен айналысып, дұрыс тамақтанып жүрсеңіз, ешқандай қиыншылығы жоқ. Соңғы бір айтатын жағдай ол Американың зейнетақы қоры. Бұл өте күрделі, өте үлкен тақырып. Қысқаша айтатын болсақ, Американың зейнетақы қоры 3 түрлі жолмен жүреді. Біріншісі мемлекеттік, екіншісі жеке меншік, үшіншісі әлеуметтік сақтандыру қоры деп. Сіз Америкада 35 жыл қандай бір салада қызмет еткеннен кейін зейнетке шыға аласыз. Зейнетке шыққан кезде сіздің еңбек өтіліңіздің жылы бойынша қанша сумма төлеп отырдыңыз, соған байланысты мемлекет зейнетақы қорының процентіне байланысты сізге өзіңіздің жинаған ақшаңыздың үстіне өздерінің процентін қосып береді. Олай сіз өте ауқымды ақшамен зейнетақыға шыға аласыз. Және сіз зейнетке шыққаннан кейін сіздің тұрғын үй мәселеңізді, тамағыңызды және үй көмекшіңізді мемлекет өз мойнына алады. Осымен видеомыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар, лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Сіздерге арнап тағы да басқа күшті видеолар салатын боламын.